Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырып нан ұрсын деген дұрыс па? Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Каналға тіркеліп, подписаться мәзірін баса отырыңыз. Кейде сөз арасында біреуді сендіру мақсатында нан ұрсын деп жатамыз. Осы дұрыс па деген сұрақ келіп түсті. Араб тілінде ант ішуді ямин, күш қуат деп атайды. Адам баласы өз сөзін қуаттауға тұшымды дәлелді таба алмаған жағдайда ант ішуге жүгінеді. Сондықтан да әрбір халық өз дәстүрі мен ой өрісіндегі қасиетті деп санайтын нәрсемен, затпен, яғни ұғыммен ант ішеді. Қасиетті дініміз бойынша дүниедегі барша жаратылысты жоқтан бар етіп, жүйеге салып басқаратын Алла тағала екені мәлім. Демек, мұсылман адам тек Алланың атымен немесе оның сипаттарымен ант ету керек. Бірде әйгілі сахаба Омар ибн Хаттаб, Алла ол кісіден разы болсын, керуенмен жолда жүріп бара жатып, өз әкесінің атымен ант ішеді. Оны байқап қалған Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Алла тағала сіздерге ата-баба атымен ант ішуді тыйым салғандығын біліп қойыңдар. Кімде-кім ант ішетін болса, Алланың атымен ант ішсін, немесе үндемесін. Әбу Дәуд жеткізген хадисте. Қорытынды, ислам діні бойынша нан ұрсын деп ант ішуге болмайды. Ант ішу тек Алла тағаланың есімі мен сипаттарымен жүзеге асырылады. Құрметті жақсылар, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, кімде-кім ант ішетін болса, Алланың атымен ант ішсін, немесе үндемесін деген. Құрметтілер, Алла тағала жақсы сөздерді айтуымызды нәсіп етсін. Құрметті бауырлар, каналға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдырып отырыңыз.